Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен осындай синнабонный жасайтын боламыз. Яғни корица қосылған булочка. Жасап көруге кеңес беремін. Бұл булочкаларды мен өзім булочкалардың патшасы деп айтар едім. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте әдемі, ерекше дәмді және жұмсақ болады. Булочканың қамырына керек заттар. Осы жердегі заттардың барлығының мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Бізге керек заттар: сүт, сары май, дрожж, жұмыртқа, шекер және ұн. Жылы сүтке сары майды ерітіп, қамыр илейтін ыдысқа құямыз. Бұл жерде сүтіңіз қатты ыстық болмау керек. Егер сүт қатты ыстық болса, дрожжыңыз пісіп қалады да қамыр көтерілмей қояды. Сондықтан да сүт жылы болу керек. Жылы сүтке дрожжды саламыз. Шым-шым тұз және жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Шекерді салып, шекер ерігенше араластырамыз. Ұнды саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Осындай жұмсақ етіп қамырымызды илеп, 1-2 сағатқа жылы жерге қамыр көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз осындай болып көтерілу керек. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Қамырдың бетіне осылай бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жағып шығамыз. Егер ондай бөлме температурасында еріп тұрған сары май болмаса, микроволновкаға, газға ерітіп алсаңыздар болады. Қамырдың арасына осылай корица мен шекерді араластырып, видеода көрсетілгендей етіп сеуіп шығамыз. Және рулет сияқты қылып ораймыз. Осылай пышақпен бөліктерге бөліп кесеміз. Егер сізге пышақпен бөлген ыңғайсыз болса, кәдімгі қарапайым жіппен кессеңіз болады. Міне достар, осылай етіп бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Астына пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Ал енді бетіне жағатын кремін дайындайтын боламыз. Творожный сыр мен сары майды жақсылап миксерлейміз. Қант ұнтағын саламыз. Егер үйіңізде творожный сыр болмаса, орнына сметана мен қант ұнтағын араластырып бетіне жақсаңыз болады. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Міне достар, корица қосылған булочкалар дайын. Енді бетіне жақсылап жаңағы дайындалған кремді жағып шығамыз. Мол қылып жағасыздар. Міне қыздар, корица қосылған булочкамыз дайын. Сізге корица ұнайды ма? Комментарийға өз жауабыңызды қалдырыңыз. Барлық комментарийді оқитын боламын. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық. Ас болсын достар.